Сәлеметсіңдер ме 6-шы сынып оқушылары? Бүгін біз математика пәнінен 4-ші 90-дық жиынтық бағалау бақылауының 2-ші нұсқасының есептерін шығаратын боламыз. Бұл менде каналымда 1-ші нұсқасы бар, бұл менде 2-ші нұсқасы. Ең бірінші есептен бастаймыз. Берілген қатары 13 натурал саннан тұрады. Осы қатар қай сипаттамасы бойынша бөлшек сан бола алады дейді. Ең алдымен 13 натурал сан деген бұл бізде тақ сандар жиыны, яғни бірден мысалы 1, 2, 3, 4 солай сияқты 13-ке дейін мысалы сандар қатары берілген болсын. Бұлардың бізде өзгеріс ауқымы дегеніміз осы қатардағы ең үлкен саннан ең кіші санды азайтсақ, бұл бізде өзгеріс ауқымы болады. Яғни бұл бізде бөлшек сан бола алмайды. Екінші мода дегеніміз осы қатарда жиі қайталанып тұрған сандардың біреуі болады. Мысалы бізде 2 деген 2 рет кездессе немесе 5 рет кездессе, осы бізде осы қатардың модасы болады. Яғни модада бізде бөлшек сан бола алмайды. Бұл жақтағы енді арифметикалық ортаны қарасақ, бұл жақтағы барлық сандардың бір-біріне қосамыз, және де сандардың санына бөлеміз, яғни 1-ден 13-ке дейін сандардың барлығын бір-біріне бөліп, оны 13-ке бөлетін болсақ, бізде бөлшек сан шығуы мүмкін. Яғни арифметикалық ортасы болуы мүмкін. Кейін медиана дегеніміз осы қатардағы ең ортасындағы тұрған сан, бұл бізде медиана болады. Егер бұл жақта бізде жұп сан болатын болса, ортасындағы тұрған 2 санның қосындысы және 2-ге бөлгендегісі ол бізде медиана болады. Бұл жақта бізде тақ сандар болғандықтан, яғни ол бізде медиана бір ғана сан болады. Яғни мысалы кез келген тақ бір 5 сандық арсақ, 1, 2, 3, 4, 5 деген сандарды алатын болсақ, дәл ортасындағы тұрған сан бізде 3. Яғни осы қатардағы медиана бізде 3 болады. Яғни медианада бізде бөлшек сан бола алмайды. Сондықтан біз бұл жақта арифметикалық ортасы бөлшек сан болады деген тұжырымға келіп, осы С жауабын белгілейміз. Екінші есеп. Тікбұрышты параллелепипедтің көлемі В сантиметр куб, табанның қабырғалары 4 және 3 сантиметр, биіктігі H сантиметр. В көлемнің H биіктігіне тәуелділігін формуласын көрсетіңіз. Ең алдымен параллелепипед дегеніміз не? Соны есімізге түсірейік. Параллелепипед деген бізде осындай табандары тік төртбұрыш болатын көлемді осындай фигураны айтады. Мысалы, балықтар бар ғой, балықтардың аквариумы бізде параллелепипед болады. Үйдің кірпіші параллелепипед болады, яғни осындай кірпіш тәріздес фигура бізде параллелепипед болады. Бұның көлемі бізде 3 қабырғасын, яғни ұзындығын, енін және оның биіктігін бір-біріне көбейткендегі формуласы бізде көлемі болады. Яғни А, Б, С бізде осы параллелепипедтің көлемі болады. Бізде бұл жақта А ұзындығы, Б ені болғандықтан, ол бізде 4 көбейтілген 3, 4 көбейтілген 3, көбейтілген 6 бізде биіктігі, яғни В-мыз тен 12 көбейтілген H болады. Бұндай жауап бізде бар екен, яғни бұл жауабы есептің шешімі болады. Келесі координаталық жазықтықта Y-тен 2x графигін салыңыз дейді. Ең алдымен осы функцияның графигін тұрғызу үшін біз ең алдымен кесте тұрғызып аламыз. X-қа, яғни өзіміз қандай да бір мән береміз және Y-тің мәнін анықтаймыз. Мысалы, X-қа 0 берсек, X-тің орнына 0 қоямыз, 2 көбейтілген 0, ол 0 болады. X-қа мысалы 1 берейік, 1-ге 2-ні көбейтеміз, ол 2 болады. X-қа 3 береміз, 3-ке 2-ні көбейтеміз, ол 6 болады. Мысалы, минус 1 беріп көрейік. Минус 1 бергенде, минус 1 көбейтілген 2, ол минус 2 болады. Яғни осы нүктелерді пайдаланып біз график тұрғызамыз. Бұл жақта бізде әр клетка 1 сантиметрді құрайды. Яғни 0 болғанда 0, яғни ол дәл ортасы болады. 1 болғанда 2, яғни X бізде мына жақта, Y бізде міне, X 1 болғанда, Y-іміз 2-ге тең екен. Яғни осы 2-нің қиылысқанда бізде нүктеміз пайда болады. Келесі Y-іміз, X-іміз 3 болғанда, яғни міне 1, 2, 3 болғанда Y-іміз 6-ға тең. Мына жақта 3, 4, 5, 6. Яғни міне.
Енді минус 1 болғанда x-іміз минус 1 міне сол жағында, минус 1 болғанда минус 2-ге тең міне осы нүкте. Яғни осы 4 нүкте арқылы түзу жүргізе саламыз. Жалпы сіздер екі нүкте көмегімен де түзу жүргізсеңіздер болады. Мен сіздерге әдемі болсын деп осындай 4 нүктені белгіледім. Келесі, Береке кафесінде 2 апта бойы үйге жеткізілген тапсырыстардың саны тіркеліп отырды. Берілгендердің қатары мынандай болды дейді. Яғни бізде қандай да бір ретсіз орналасқан қатар сандар жиыны болып тұр. Осы қатардың бірінші өзгеріс ауқымын, арифметикалық ортасын, модасын және медианасын табыңыз дейді. Бағана бірінші есепте айтқанымызды есімізге түсіреміз. Ең алдымен біз бұл осы қатарды өсу ретімен орналастырып алайық. Ең алдымен бізде қандай сан? Ең алдымен бізде 31 деген сан, кішкентай сан екен. Оны сызып тастайық сразу. Содан кейін 33 деген сан 2 рет берілген, 33 бізде 2 рет берілген. 33-ті сызып тастаймыз. Сосын 34 деген сан бар екен. 34 бір рет та, 34 бір рет. Сосын 35 1, 2, 3 рет, 35 3 рет, 35. 35-терді сыздық. Одан кейін 36 жоқ, 37 бар, бір рет бар. 38 жоқ, бірден 43, 43, 43, 43. Бірден 42 болады. 43 бізде 1, 2, 3, 4, 5 рет 43 екен. 43, 43, 43, 3, 4, 5 рет 43 деген сан жазылған. Енді бірінші өзгеріс ауқымы дегеніміз айттық. Ең үлкен саннан ең кіші санды азайтамыз, яғни 43-тен 31-ді азайтамыз. Бұл бізде 3-тен 1-ді азайтсақ 2, 4-тен 3-ті азайтсақ 1, яғни 12 өзгеріс ауқымы 12 екен. Екінші арифметикалық ортасы дегеніміз бұл жақтағы барлық сандарды бір-біріне қосып, барлық сандардың санына бөлеміз. Ең алдымен сандарын санап алайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 сан ба? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 сан екен. Арифметикалық ортасын табу үшін, яғни барлығын бір-біріне қосып, 14-ке бөлеміз. Мен қосқан кезде сандарды былай жазсам болады. 31 менде 1 рет, 33 менде 1, 2 рет, яғни 2 көбейтілген 33 деп жазсам болады. 34 1 рет қосылған. 35 35 1, 2, 3 рет. 35 көбейтілген 3 деймін. 37 1 рет. 42-де 1 рет. 43 1, 2, 3, 4, 5 рет. 43 көбейтілген 5. Осыларды есептеп тауып алайық. Яғни қараймыз. Былай жазып алдым. 2-ні 33-ке көбейтсе 66, 34, 35-ті 3-ке көбейтсе 105, 37, 42-ні көшіріп жаздым. 43-ті 5-ке көбейттім, 215. Барлығын бір-біріне қосып 14-ке бөлсе, яғни 530-ды 14-ке бөлсе, 37,8 деген сан шықты. Бұл бізде арифметикалық ортасы болатын. Үшінші, модасы дегеніміз, біз айттық, ең жиі қайталанатын сан бізде мода. Бізде ең жиі қайталанатын қайсы сан еді? 43 деген сан бізде 5 рет қайталанады. Қалғандары 2 рет, 3 рет қайталанады. Яғни модасы яғни 43 болады. Медианасы. Медианасы біз айттық, егер бізде тақ сандар берілгендер болса, ең ортасындағы сан дедік. Егер жұп болса, ең ортасында тұрған 2 санның қосып 2-ге бөлгенде 2-ге тең дедік. 14 сан 6-дан сан бөлінеді, яғни 1, 2, 3, 4, 5, 6. Бұлай. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Яғни ортасындағы 2 сан бізде 35 және 37 болып тұр. Төртіншісі сонда 35 қосылған 37 бөлінген 2. 5-ке 7-ні қоссақ 12 бірін ойда. 6 ойдағымен 7. 72-ні 2-ге бөлсек бізде қандай? 36 деген сан шығады. Яғни бізде медианасы 36-ға тең екен.
Бесінші есеп, саяхатшының жүру графигі көрсетілген. График бойынша сұрақтарға жауап беріңіз. Саяхатшы үйден шыққан соң 4 сағаттан кейін үйден қандай қашықтықта болды? Мына жақта көрінбей тұр. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Сәйкесінше 2, 4, 8, 6, 8, 10, 12 деген сандар берілген. Бізде жол жүру уақыты сағатымен көрсетілген. Мына жақта километр, яғни үйден қашықтығы көрсетілген. Ең алдымен қараймыз. 4 сағаттан соң үйден қандай қашықтықта болды? 4 сағат деген міне. Оны біз мына жақтағы графикпен теңестіреміз. Яғни бірінші А жауабы 4 сағаттан соң 8 километр қашықтықта болды. Екіншісі, бұл сұраға саяхатшы аялдамаға қанша уақыт жұмсады дейді. Бұл жақта қараймыз. Бізде егер графигіміз мынандай осы не бойынша жоғары не төмен түсіп тұратын болса, онда ол жерде қозғалыс болды деген сөз. Ал графигіміз былай тік тұрған болса, онда бұл жақта бізде адам жүрген жоқ, яғни демалып отырды деген сөз. Сонда бізде қарасақ, 6 мен 10 арасында саяхатшы демалып отырды, яғни неше? 10-нан 6-ны азайтамыз, 4 сағат демалып отырған екен. 6-дан 10-нан 6-ны азайтамыз, 4 сағат. Келесі үшінші сұрақ. Үйге 6 километр қалғанға дейін саяхатшының жүрген уақытын табыңыз дейді. Үйден қашықтық, яғни бізде мына 6 километр мынау жақта. 6 километрде бізде мына жақта болды. Оның жүрген уақытын табатын болсақ, пример 12 мен 14-дің арасында бізде 13 деген сағат бар. Яғни 16-дан 13-ті азайтсақ, бізде 3 сағат 6 километр қалғанға дейін саяхатшы 3 сағат жүрген екен. Дысыншы соңғы сұрақ, алғашқы 2 сағатта турист қандай жылдамдықпен жүрді? Алғашқы 2 сағат бізде міне, оны біз жылдамдығын табу үшін осы жүрген 2 сағаттағы жүрген жолын біз бөлеміз оның қашықтығына. Яғни 2 сағатта ол 6 километр жерде болған. Сонда 6 километрді 2 сағатқа бөлетін болсақ, сонда 3 километр сағат жылдамдықпен жүрген екен. 6-шы есеп. Теңдеулер жүйесін құрастыру арқылы шығарыңыз дейді. 1 қорап кәмпит және 2 орам өрік 550 грамм. Біріншісі біз 6-шы есеп, кәмпитті біз X деп жазып алайық. Кәмпитті X деп алайық, өрікті Y деп жазып алайық. Сонда 1 қорап кәмпит ол бізде X болады, 2 орам өрік, яғни 2 көбейтілген Y болады. 2Y ол бізде 550 грамм екен. Ал 5 қорап кәмпит, яғни 5X қосылған 3 орам өрік 3Y бізде 1 килограмм 700 грамм, оны біз граммдап жаза салайық, 1700 грамм болады. Мына жақта грамм дегендерді уже жазбай қойса болады. Енді осы арқылы біз 1 қорап кәмпит неше грамм, 1 орам өрік неше грамм, соны анықтауымыз керек. Енді бұл жақта біз теңдеулер жүйесін шығаруды үйренген едік, сол арқылы есебімізді шығарамыз. Ең алдымен біз бір айнымалыны екінші айнымалы арқылы өрнектеп жазып алайық. Сонда X-ті Y арқылы өрнектесек, X-імізден 550 азайтылған 2Y деп жазып алайық, мына жақта. Енді осы X-імізді аламыз да екінші теңдеудегі X-дің орнына қоямыз. Сонда 5 көбейтілген 550 азайтылған 2Y қосылған 3Y тен 1700 деп жазамыз. 5-ке 550-ді көбейтеміз. Бізде 2750 азайтылған 5-ке 2-ні көбейтсек 10Y қосылған 3Y тен 1700. Так, сонда минус 10Y плюс 3Y ол бізде минус 7Y тен 1700-ден азайтамыз 2750-ді. Так, сонда минус 7Y-тен 1050 болады, минус 1050. Сонда Y-імізден 150 грамм болып тұр. Сонда бізде 1 орам өрік
150 грамм болады. Енді x-імізді анықтасақ, x бізде кәмпитіміз болады. Сонда мына бірінші теңдеудегі y-тің орнына мына тапқан 150-мізді қоя саламыз. Сонда 550 азайтылған 2 көбейтілген 150, бұл бізде 2-ге 150-ді көбейтсек 300, 550-ден 300-ді азайтсақ 250 екен. Сонда бір өрік бізде 150 грамм болды. Кәмпит бізде 250 грамм болды. Енді тексеріп көрейік. Өрік, мына бірінші теңдеуге қойып көрейік. Өрігіміз 150 көбейтілген 2 ол 300, 300 қосылған 250, 550 грамм. Яғни есебіміз дұрыс екен. Жетінші есеп, бірінші айнымалының мәні 2 еселенген екінші айнымалының мәні мен 5 санның айырмасына тең. Бұл жақта оқушылар жетінші есепті шығарған кезде бірден ойланып отырғанда былай жасаймыздар. Айнымалы, яғни 2 айнымалы бар деген сөз. Бірінші айнымалыны біз y деп алайық, екінші айнымалыны біз x деп алайық. Сонда былай дейді. Бірінші айнымалының мәні 2 еселенген екінші айнымалы, яғни 2 еселенген десе 2 көбейтілген x айнымалының мәні мен 5 санның айырмасына тең. Яғни 2x-тен еще 5-ті азайтамыз. Сонда біздегі есептің сұрап тұрғаны y-тен 2x азайтылған 5 екен. Берілген тұжырымды символдармен көмегімен жазыңыз деген бұл асыншы сұрақ, яғни осылай жауап береміз. Екінші б-сыншы сұрақ, осы тәуелділікке кесте құрып, оның графигін салыңыз дейді. Б-сыншысын сұраған кезде біз жай ғана x-тің орнына мәндер қойып, y-тің мәнін анықтаймыз. Бұлай әдемі қылып сіздер жазып алыңыздар. Мысалы 3 сан қояйық. X-тің орнына және y-тің мәнін табамыз. X-тің орнына мысалы 0-ді қояйық. 2 көбейтілген 0 ол 0, 0-дан 5-ті азайтсақ минус 5. Енді x-тің орнына 1-ді қояйық. 2 көбейтілген 1 ол 2, 2-ден 5-ті азайтсақ минус 3. Енді x-тің орнына мысалы 5-ті қояйық. 5 көбейтілген 2 ол 5 емес 4. 3-ті қойып көрейік. 3-ті қояйық. 2 көбейтілген 3 ол 6, 6-дан 5-ті азайтсақ 1. Яғни бізде осындай сандар пайда болды. Енді осыған байланысты график тұрғызамыз. Так, 1, мынау бізде x опциясы, ординаты бізде y. 1, 2, 3, 4. Y-тің сол жағы, жоғар жағы бізде 10 мәндер, төменгі жағы теріс мәндер, 2, 3, минус 4. X-тің 10 жағы бізде 10 мәндер, сол жағы бізде теріс мәндер. Минус 2, минус 3, минус 4. Енді сандарымызды қоямыз. 0 болғанда y-іміз минус 5 екен. Минус 5 бізде міні нүктеміз. Бір нүктеміз шықты. X-іміз 1 болғанда y-іміз минус 3. Яғни 1, минус 3, мынау нүкте. 3 болғанда 1 екен, яғни міні. Және 2 болғанда 2-ге 2-ні көбейтсек 4, 4-тен 5-ті азайтсақ, минус 1, 2 болғанда минус 1. Міне бізде қарап тұрсаңыз, 4 нүктеміз пайда болды. Осы 4 нүкте арқылы біз график тұрғыза саламыз. Міне бізде тұрғызылған графигіміз осы түрге келеді. Бұл бізде оқушылар соңғы есеп екен. Осымен бізде есептеріміз аяқталды. Бұл менде екінші нұсқа болатын. Каналымда бірінші нұсқа бар. Каналыма тіркеліп, комментарий қалдырып қойыңыздар. Сау болыңыздар.